Менің жеке қабылдауымда бір подростық қыз келді. Ол қызбен жұмыс жасау барысында оның келген проблемасы оның денесіне қызыл бөртпелер қышыма шығып кеткен аллергия. Ол қызбен жұмыс істеу кезінде оның аллергияның неден шығып жатқанын анықтадық, түпкі себебін анықтадық. Ол өзінің туған ағасының қабылдамау болып шықты. Өзінің туған ағасына деген өкпе реніші өте қатты болды. Енді соны біз кешірім техникасын жасап, трансформация жасап, босаттық, қабылдадық, Одан кейін сол қыз 2 аптадан кейін маған хабарласты. Денесіндегі қызыл жаңа қышыған бөртпелердің барлығы кетіп қалыпты. Бұны мен сіздерге не үшін айтып отырмын? Көп адамдар бірнеше жыл бойы аллергиямен алысып жүреді, немесе басқа да бір аурулармен алысып жүреді, дәрігерлерге барып, анализден анализге. Негізінде оның әр аурудың түпкі себебі бар. Соны тапқан кезде, трансформация жасағанда, әлбетте Алланың қалауымен жазылуға мүмкіндік бар. Осы нәрсені сіздерге жеткізгім келіп отыр. Сіздермен болған Гүлзира ханым, Астанадан, психолог, психосоматолог. Рахмет.